Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз қазақ тілі пәнін оқытуды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сиқырлы кілем. Сабақтың мақсаты: оқыған мәтін мазмұнын түсінемін, жаңа сөздер үйренемін. Енді қандай жаңа сөздер үйренемін? Соған назар аударайық. Бүгінгі жаңа сөздер: сарай, дворец, сиқырлы, волшебный, кірпіш, кирпич, кесене, мавзолей, ескерткіш, памятник. Сендердің тамаша оқығандарыңа сенімдімін. Жарайсыңдар. Рахмет, балалар. Берілген кестеге назар аударайық, есімізге сақтайық. Қайда, кімге, неге деген сұраққа егер сөз соңында Б, В, Г, Д, К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ дыбыстарына бітсе, дауыссыз дыбыстарына бітсе, онда Қ немесе Ке жалғауын жалғаймыз. Егер сөзіміз жуан болса, Қ жалғаймыз. Егер сөзіміз жіңішке болса, Ке жалғауын жалғаймыз. Мысалы, қонаққа. Қонақ сөзі жуан, сондықтан Қ жалғаймыз. Әсетке. Әсет сөзіміз жіңішке, сондықтан Ке жалғаймыз. Егер сөз соңында А, Е, Э, У, Ю, Я, Ж, З, қысқа И, Л, М, Ң, Р дыбыстарына бітсе, онда Ға немесе Ге жалғауын жалғаймыз. Мысалы, ағаға, ініге. Егер сөз соңында тәуелдік жалғаудың бірінші жағы ым, м, екінші жағы ың, ң дыбыстарына бітсе, онда А немесе Е жалғауын жалғаймыз. Егер сөзіміз жуан болса, А жалғаймыз. Егер сөзіміз жіңішке болса, Е жалғаймыз. Мысалы, балам, ма, інім, ме. Егер сөз соңында тәуелдік жалғаудың үшінші жағы с жалғанса, онда на, не жалғауын жалғаймыз. Мысалы, баласы, на, інісі, не. Келесі тапсырма. Сөздерді тиісті бағанға жаз. Бала, баласы, сарай, сарайы, көше, көшесі, құмыра, қоржын, ала жіп, тақиясы, саз, кесене, мұра, дәстүр, кесенесі, батасы, ескерткішің, шапаның, бата, ғасыр, құмырасы, киіз үй, текеметің, түндік,
өрнегің, сандығың, шаңырақ, ұста, белдігің, бесігі, көйлегі, ірімшік, құрт, кілем, сиқыр, аспан, өріс. Осы сөздерді тиісті бағанға бөліп жазамыз. Яғни қа, ке жалғауына жазамыз. Ға, ге, а, е, на, не. Өзіңді тексер. Қа, ке жалғауына қандай сөздер жаздық? Ала жіпке, түндікке, шаңыраққа, ірімшікке, құртқа, өріске. Ға, ге жалғауына қандай сөздер жаздық? Балаға, сарайға, көшеге, құмыраға, қоржынға, сазға, кесенеге, батаға, ғасырға, киіз үйге, ұстаға, кілемге, сиқырға, аспанға. А, е жалғауына қандай сөздер жаздық? Ескерткішіңе, шапаныңа, текеметіңе, белдігіңе, өрнегіңе, сандығыңа. На, не жалғауына қандай сөздер жаздық? Тақиясына, батасына, құмырасына, бесігіне, көйлегіне. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Жаттығайық. Сөздерге тиісті жалғауды жалғап айт. Бүгін тау барайық. Атам мен әжем барамын. Ол ел сыйлы адам. Сарай кірмеңдер. Көше шығу керек. Құмыра су құйдым. Ат ер-тоқым керек. Кәдесыйларды сандық сал. Бөпені бесік салады. Апаң айтшы. Ірімшік қаймақ қос. Бұл текемет көп жыл болды. Қазақ жыр өте бай. Киіз шапандар қазір сән айналған. Әжелерің сәлем айтыңдар. Сенің анаң базарлық бар. Оның баласы тақия тіктім. Балалардың әжесі қоржын беріп жібердім. Өзіңді тексер. Бүгін тауға барайық. Тауға. Атам мен әжеме барамын. Әжеме. Ол елге сыйлы адам. Елге. Сарайға кірмеңдер. Сарайға. Көшеге шығу керек. Көшеге. Құмыраға су құйдым. Құмыраға.
Атқа ер-тоқым керек. Атқа. Кәдесыйларды сандыққа сал. Сандыққа. Бөпені бесікке салады. Бесікке. Апаңа айтшы. Апаңа. Ірімшікке қаймақ қос. Ірімшікке. Бұл текеметке көп жыл болды. Текеметке. Қазақ жырға өте бай. Жырға. Киіз шапандар қазір сәнге айналған. Сәнге. Әжелеріңе сәлем айтыңдар. Әжелеріңе. Сенің анаңа базарлық бар. Анаңа. Оның баласына тақия тіктім. Баласына. Балалардың әжесіне қоржын беріп жібердім. Әжесіне. Жарайсыңдар, балалар. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.